Бақыт деген не? Бақыт деген міне. Месси әлем чемпионы. О май гад! Испанияның 9 дүркін чемпионы. Кубогын 7, суперкубогын 8 рет жеңді. Элчіні 4 мәрте алды. УЕФА суперкабын 3 рет. Клубтық әлем чемпионатын тоже 3. Франция чемпионы. Суперкубогын еншіледі. Копа Америка чемпионы. Финалиссима. Мундиаль күміс жүлдегері. Копаның 3 дүркін күміс, 1 мәрте қола иегері. Олимпиадалық чемпион. Жастар арасындағы әлем кубогының жеңімпазы. Алтын добы 7. Немене ойыншы мынау, құдайым-ау. Карьерасына тек өзі қатысқан бір ғана турнир жеңбеді. Франция кубогы. Роналду үздік онда. Ұмтылысың мықты болды. Барлығын бағындырып кеп ақтық сында сүрінді. Еткен еңбектің бәрі еш болғаныма деп ойлайсың. Қаншама маңдай тер, қаншама ауыр жұмыс. Бірақ бағың жанбады. Бір сәтке бұл істі орта жолдан тастап кеткің келеді. Сенде қалғаны екі ғана таңдау. Кері шегініп сорлы күйге түсесің. Немесе бар күшіңді жинап өзіңді дәлелдеуге шешім қабылдайсың. Өткен қателіктер үлкен сабақ. Енді сен әккісің, жинақырақсың. Тәуекелге бардың. Тағдыры тәуекелшілер түседі. Қолыңнан кел. Саған кезінде күлген жандар енді табаныңнан сүйуге дайын. Соңына дейін күрес. Қолыңнан келеді. Жаратқан расымен де, сабыр еткендерді күресе білетіндер жақсы. Мундиаль тарихындағы ең үздік финал. Сөзсіз. 94-те дүниеге келсем де смел айталам. Аталарым ренжімес. Есеп ашқан пенальтиден Месси. Әлем кубогінде ең көп ойнаған енді Лео. Маттео стартта қалдыр. 26-шы ойына. Бір мундиальдың топтық кезеңінде. 1-8, 1-4, 1-2. Және финалында гол соққан тарихтағы алғашқы ойыншы. Меня называют аргентинский волшебник. Ди Мария еселеді. Маңызды матчтар ойыншысы. Финалдар ойыншысы. Мундиаль, олимпиадалық ойындар. Құрлықтық біріншіліктер финалда гол соққан алғашқы футболшы. Финалда жеңіс керек пе? Ди Марияға звонды. Килиан 80-ші минутта қарқын қосты. Пенальтиден шөт қысқарт. Не деген құбыжық ең Мбаппе? Теңестір. Мессидің 13-ші голы әлем кубогындегі. Клозеге дейін 3 қалды. Аргентина үшін 98-ші голы. Роналду рекордына дейін 20 гол бар. Алидаеге шейін 11 гол. Мәке, сіз қатты кетіп барасың, Мәке. Екі мәкенге қатты кетті ғой негізі. До конца түрсі жыртылғанша төбелсеңіз. Килиан хэт-трик жасап, мундиаль финалында 4 гол соққан алғашқы ойыншыдан. Пеле мен Зидан артта. 30 жылы Берт Петнот финалда 3 гол соққан еді. Содан бері бірінші рет финалда хэт-трик тіркелді. Әлем кубогындегі 12-ші голы. Клозеге дейін 4 қал. Монстр. Как будто 80-ші минутта Мбаппеге Роннан звонып келгенде. Кезінде Ронға фан еді, финалда Рон оған фан болды. Қысқасы, кешегі финалдағы жанкүйерлік карта. Сөйтіп барлығы пенальтиден анықталды. Мартинес мұнда шеберлігін көрсетті. Ойын кезіндегі маңызды сейві де бар. Эмилиано Мартинес мундиальдің үздік қақпашысы атанды. Энцо Фернандес ең үздік жас ойыншысы. Мбаппе үздік Стурберген, ал Месси үздік ойыншы атанды. Бұл жүлдені 2 мундиальда жеңген тұңғыш ойыншы. Лео құрамасымен 3-ші трофейін жеңді. Копа Америка, финалиссима әлем кубогы. Марадона артта. Көре алмай кетті. Тікелей мағынада. Ато қуанар еді. Барлығына да себепкер Скалони. 18-де келген еді. Сондай-ақ 8 аяқ Эмия, күзетшісі Де Пауль, рухани демеушісі Агуэро, ізбасары Фернандес және сүйікті Игуайны да қасында болды. Мансабындағы 42-ші трофейі. Мбаппеге көзін қысты, Мбаппе көтін қысты. Дейсің? Жалпы екеуі де жарақ. 70-ші жылдан бері алғаш рет екі ойыншы мундиальда 10+ ұпай жинады. Мессиде 7 гол, 3 ассист, Мбаппеде 8+2. Франция 4 финалдың екеуінде жеңіліп отыр. 2006-да Италиядан. Осылайша аяқталды Катардағы той. Тойдық голға 172 гол соғылды. Рекорд. Осыған дейін 171 гол, 98-14-тегі бәсекелерде соғылған. Енді 26-ны күтеміз. Солтүстік Америкада өтеді. Ендеше кездескенше. Сау. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Білесің өзгелер бұл бетпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Білесің өзгелер бұл бетпен сөз берем.